Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын біз сендермен мына сөз жұмбақты шешіп алайық. Бірінші сұрақ: Абай Құнанбаев неше асыл істі өз өлең жолдарында көрсетті? Дұрыс айтасыңдар, 5 асыл істі: талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым, ойлап қой. Екінші сұрақ: бөлуге кері амал қандай? Дұрыс айтасыңдар, бөлуге кері амал көбейту амалы. Үшінші сұрақ: бөлудің компонентін ата. Бөлудің қандай компоненттерін білетін едік? Дұрыс айтасыңдар, бөлінді, бөлінгіш, бөліндінің мәні, яғни бізде бөлгіш. 5 пен 10-ның көбейтіндісі нешеге тең? Дұрыс айтасыңдар, 50-ге тең. Балалар, енді қараңдаршы, мына сөз жұмбақтан не байқадыңдар? Дұрыс айтасыңдар, көбейту және бөлу деген сөздерді байқадық. Онда бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай болады? Дұрыс айтасыңдар, 8 және 9 сандарына көбейту және бөлу кестесі. Бүгінгі сабақта 8 бен 9-ға көбейту және бөлу кестесін құрып, оны қолдануды үйренесіңдер. Олай болса, бүгінгі сабағымызды бастайық. Ең алдымен 8-дің көбейту кестесін құрып көрейік. Көбелектің бірінші ұшқан саны 8 саны. Көбелектің әрбір ұшқан саны 8 бірлікке тең болса, 8 бен 1-дің көбейтіндісі 8-ге тең. Көбелектің екінші ұшқан саны 16 саны. Көбелектің әрбір ұшқан саны 8 бірлікке тең болса, онда 8 бен 2-ның көбейтіндісі 16-ға тең. Көбелектің 8-ші ұшқаны 64 саны. Көбелектің әрбір ұшқаны 8 бірлікке тең болса, 8 бен 8-дің көбейтіндісі 64-ге тең. Көбелектің 9-ші ұшқан саны 72 саны. Көбелектің әрбір ұшқан саны 8 бірлікке тең болса, 8 бен 9-дің көбейтіндісі 72-ге тең. Көбелектің 10-ші ұшқаны 80 саны. Көбелектің әрбір ұшқаны 8 бірлікке тең болса, онда 8 бен 10-ның көбейтіндісі 80-ге тең. Балалар, көбейткіштердің орны ауысқанымен көбейтіндінің мәні өзгермейді. Бөлінгіштің біріншісіне бөлгенде екінші бөлгіш, бөлінгіштің мәнін екінші бөлгішке бөлгенде бірінші бөлгіш шығады. Балалар, кеме және бекеттер арқылы 9-дің көбейту кестесін құрып алайық. Кеме бірінші бекетке келгенде 9 санына тоқтады. Яғни, кеменің әр жүзгені және де әр бекеттің арасы 9 бірлікке тең. Яғни 9 бен 1-дің көбейтіндісі 9-ға тең. Кеме екінші бекетке келгенде 18 санына тоқтады. Яғни 9 бен 2-ның көбейтіндісі 18-ге тең. Кеме 10-шы бекетке келгенде 90 санына тоқтады. 9 бен 10-ның көбейтіндісі 90-ға тең. Енді балалар қараңдаршы, 9 бен 9-дің көбейтіндісі 81. Көбейткіштердің орны ауысқанымен көбейтіндінің мәні өзгермейді. Бөліндінің мәнін бірінші бөлгішке бөлгенде екінші бөлгіш, екінші бөлгішке бөлгенде бірінші бөлгіш шығады. Көбейту кестесін құрып алсақ, тез, оңай, жылдам көбейтуді үйренейік. Ол үшін тігінен 8 таяқшаны сызып, көлденеңнен 1 таяқшаны сызып, және де осы таяқшалардың қиылысқан нүктелерін санаймыз. Яғни 1 нүкте, 2 нүкте, 3 нүкте, 4 нүкте, 5, 6, 7, 8 нүкте шықты. Яғни 8 бен 1-дің көбейтіндісі 8-ге тең. Енді келесі мысалға назарларыңды аударыңдар. Тігінен 8 таяқша қойып, көлденеңнен 2 таяқшаны қою арқылы нүктелерін санаймыз. Дәл осылай 9 бен 1-дің және 9 бен 2-ның көбейтіндісіне дәл осылай шығарып, тез, оңай, жылдам көбейтуге болады. Балалар, енді бір сергі алайық. Сан және әріп деген ойынды ойнап көрейік. Ол ойынның шарты есептерді шешу арқылы келіктерді тап дейді. Және де сендерге кесте берілген, осы кестені қолданамыз. Бірінші есеп
7 азайтылған 6 тең болады 1. Бірге сәйкес әріп қандай? А әріпі. Дұрыс айтасыңдар. Екінші амал 13. Оған сәйкес бізде қай амал? Қай әріп? Л әріпі. Дұрыс айтасыңдар балалар. 25-ті 5-ке бөлсек қанша болады? 5 болады. 5-ке сәйкес әріп Д әріпі. 2 мен 2-ні бөлсек қанша болады? 1. 1-ге сәйкес әріп А әріпі. 9 бен 2-нің көбейтіндісі неше? 18. 18-ге сәйкес әріп Р әріпі. 2 мен 6-ның көбейтіндісі 12-ге тең. 12-ге сәйкес әріп бізде К әріпі. 4 пен 4-тің көбейтіндісі нешеге тең? 16. Оған сәйкес Ө әріпі. 6-ға 3-ті қоссақ бізде болады 19. 19-ға сәйкес әріп С әріпі. Және де 3 пен 2-нің көбейтіндісі 6. 6-ға сәйкес әріп Е әріпі. Балалар, қандай сөз шықты? Дұрыс айтасыңдар. Алдар көсе. Балалар, алдар көсе жақсы кейіпкер ме, әлде жаман кейіпкер ме? Дұрыс айтасыңдар. Жақсы да, жаман да. Оның жақсылығы ол кедей адамдарға көмектескісі келіп тұрады. Ал жаман жағы қандай балалар? Дұрыс айтасыңдар. Ол өтірік айтады. Сонда балалар, әрқашанда жақсыдан үйреніп, жаманнан жиренуіміз керек. Балалар, енді келесі мына бейнероликке назарларыңды аударыңдар. Екімен үшті көбейту үшін жай ғана екіні 3 рет қосу керек. 2 мен 9-ды көбейткен өте қиын. Өйткені екіні көп қосу керек. Сондықтан мектепте көбейту кестесін жаттанды түрде жаттап алады. Ең қызығы 9-ды калькуляторсыз есептеуге болады. Мысалы, саған 3-ті 9-ға көбейту керек. Оң саусағыңды өзіне қаратып, сол жағына 3-ші саусағыңды бүгіп таста. Енді қара, сенің сол жағында 2 саусақ, ал оң жағында 7 саусақ қалды. 2 мен 7-ні біріктірсең 27 саны шығады. Түсінікті ме? Тағы бір мысал. 7 көбейту 9 қанша болады? 7-ші саусақты бүк. Сол жақта 6 саусақ, оң жақта 3 саусақ. Мені 63. Өте дұрыс. Жарайсың. Балалар, бейнероликті пайдаланып, саусақпен көбейтіп көрейік. 9 жердегі 7, 10 саусағымызды шығарып, 7-ші саусағымызды бүгіп, сол жағымызда неше ондық? 6 ондық, 10 жағымызда 3 бірлік, яғни 9 бен 7-нің көбейтіндісі 63-ке тең. Сол сияқты балалар, келесі есептерді саусақтарымен көбейтіп көріңдер. Балалар, енді келесі мынандай есептер берілген екен сендерге. 100 көлеміндегі және 1000 көлеміндегі өрнектерді шешу. Осы 3 есептің барлығын толық орындаған бала жоғарғы балмен бағаланады. Балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсаты қандай еді? Есімізге түсірейікші. Дұрыс айтасыңдар. 8-9 сандарына көбейту және бөлу кестесін құрып, оны қолдану. Біз кестені құрып үйрендік пе? Оны қолдана аламыз ба? Я, балалар, олай болса, біздің бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетті. Кері байланыс ретінде білім сандығын қолданып, маған SMS хабарлама жіберіңдер. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.